Қымбатты достар, бүгін павлова тортын әзірлеп көруге бекіндім. Сыртқы бөлігі қытырлақ, іші нәзік әрі тәтті меренга, лимон шырыны қайнатпасы және шайқалған кілегей десертке қайталанбастан ғажайып дәм береді. Ол үшін бізге 2 лимон қажет. Лимон цедрасын үккіштен өткізіп аламыз, тек сары бөлігін ғана. Лимонның соғын шығарамыз. Шамамен 100 мл болуы керек. Енді меренга дайындайық. Бірден пешті 180 градусқа қосып қоямыз. Меренга жасайтын ыдысымыз мінсіз таза әрі құрғақ болуы шарт. Тостаған мен миксерді уксуспен немесе лимонмен сүртіп, артынан мұқият жуып құрғату керек. Бөлме температурасындағы 5 жұмыртқаны аламыз. Ақуызы мен сарыуызын бөлектейміз. Ақуызға сарыуыздың бір тамшысы тамып кетпеуі керек. Ақуызды басында миксердің ең аз жылдамдығында шайқап, кейін біртіндеп орташа жылдамдыққа ауысамыз. Әппақ көпіршікке айналғанға дейін жалғастырамыз. Енді біртіндеп қантты немесе қант ұнтағын қосамыз. Қантты салып болғанда миксермен жоғары жылдамдықта 10 минут шайқаймыз. Соңында ас қасық жүгері крахмалы мен ас қасық лимон шырынын қосып, аздап араластырамыз. Сонда меренгамыз сыртынан қытырлақ болып піседі. Сырғып кетпес үшін пісіруге арналған қағазды табаға жабыстырамыз. Массаны шеңбер жасап саламыз. Шеңберді алдын ала сызып алуға да болады. Пешке салып, бірден температураны 130 градусқа төмендетеміз. 1,5 сағат пісіреміз. Сосын пештің есігін аздап қана ашып, толық суытамыз. Енді лимон шырынын қайнатпасын жасау үшін бізге сарыуыз, қант, май, шырын және лимон цедрасы керек. Орташа кастрюльді алып, барлық азық-түліктерді салып араластырамыз. Орташа отқа қойып, үнемі тоқтаусыз араластырамыз. Масса қоюланғанға дейін тоқтаусыз 5-10 минут араластырамыз. Қайнап кетпеуі керек. Қажет болса, отты тағы да басып қоямыз. Кремнің дайын болғанын қасықтағы масса ағып кетпегеннен байқауға болады. Дайын қоспаны електен өткізіп, бетін пленкамен жауып, толық суытамыз. Кремге майлылығы 33 градустан кем емес кілегей аламыз. Кілегейді өте суық болғаны дұрыс. Дайындағанға дейін бір күн мұздатқышта ұстасаңыз болады. Кілегейді қоюланғанға дейін шайқаймыз. Міне меренга да суыды. Үсті суық, қатты, ал асты нәзік шықты. Лимон кремнің бетіне қасықпен құямыз. Мұқият үстіңгі қабатына жаямыз. Оның үстіне кілегейді орналастырамыз. Үстіне миндаль жапырақшаларын себеміз. Осы десертті дайындап көруге кеңес беремін. Рецепт бойынша сұрақтарыңыз болса, астында комментарий жазыңыз.